Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Бүгін коланың 12 пайдасы туралы айтатын боламыз. Кока-коланың қандай құпиясы бар? Естімеген елде көп демекші, бұл сусын туралы әлі де білеріміз көп екен. Бұған дейін оның адам денсаулығына зиян екендігі туралы ғана айтылған болатын. Сондықтан біз оны күнделікті тұрмыста қалай пайдалануға болатындығы туралы ақпарат ұсынуды жөн көрдік. Егер кастрөлді күйдіріп алған болсаңыз, ішіне кока-кола құйып қайнатыңыз. Кастрөліңіз көз алдыңызда жаңарады. Кез келген суретті еске етіп көрсетуге болады. Ол үшін суретті кока-колаға аз ғана батырып кептіру қажет. Бірақ суретті толықтай суландырмаған жөн, әйтпесе құртылады. Шаш бояуын кетіреді. Бұл байқаусызда өзіміз қаламаған түске боялып қалған шаш туралы айтылып жатыр. Ескі тиындарды кока-колаға салатын болсаңыз, олар жарқырап шыға келеді. Шәйнектің ішіне кока-кола құйып, оны бір күнге қалдырыңыз. Қақ толығымен кетеді. Унитазды да кока-коланың көмегімен тазартуға болады. Тұздыққа 1/1 есебінде кока-кола араластырып, артынша оны етке қосып дайындауыңызға болады. Өте дәмді. Кока-кола шашқа арналған ең үздік кондиционерлердің бірі. Алдымен шашыңызды кока-колаға жуып, артынша кептіріңіз. Шашты улар кока-коланың иісін жақсы көреді. Оны осы жәндіктерден құтылу мақсатында қолдануыңызға болады. Сіз бұрып шығарайын деген бұрандаманың қатып қалғанын байқасаңыз, оның үстіне кока-кола құйыңыз. Сол кезде тоты бірден кетеді. Асыл бұйымдарды тазартуға болады, бірақ тастары жоқ бұйымдарды ғана тазартқан жөн. Бір қызығы кока-кола асқазан ауруларында көмектеседі екен, тек газы жоғын пайдаланған дұрыс. Мысалы, ұзақ жолда жүрек айнаған кезде кока-коланың газын шығарып ішетін болсақ, жүрегіміздің айнағаны бірден басылады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды және каналға тіркелуді ұмытпа.